Ақылы 6 жаста тоқтаған мына әке түрмеге отырғызылды. Себебі педофилді қылмыс жасаған екен. Түрме деген қараңғы түнек арасында мына камерада керісінше шуақ шашылып қуаныш орын алған. Өйткені мұнда ерекше сүйкімді тәтті қыз бар. Бұл кино шынайы оқиға негізінде түсірілген. Әділетсіз болған сот ісі. Қауқары жоқ қара халықтың арасында біреуге жабылған жала еді. Ендеше киноны біздің қазақша кинокөр арнамызбен бірге көруді бастайық. 6 жастық ақылы бар әке сүйкімді қызмен бірге бақытты өмір сүруде. Қыз мультик жақсы көретін, ондағы сумканы алғысы келді. Әкесі бір күннен кейін айлық түседі, сол кезде алып беремін деп уәде етеді. Ертесі келгенде сумканы басқа қыз сатып алғанын көріп, ол сумканы қызымдікі қайтар деп шу шығарады. Жұрттар оны жынды деп ойлап ұрып жібереді. Әкесі сөзін түсіндіре алмай қиналады. Түнде қызы әлі де сол сумканы алғысы келетінін айтқанымен, әкесінің қиналғанын қаламады. Сонда да тауып алып беремін деп әкелік сөзін береді. Ертесі таңертең қызы әкесіне түсте сэндвич жемей, дұрыстап тамақ ішіңіз, шаршап қалмаңыз деп жұмысқа шығарып салады. Бірақ ол түсте ақша үнемдеу үшін баяғы сэндвич жеп отыр. Қолындағы ақшасын санап мәз болып отырғанда, кешегі қыз келіп, оған басқа дүкенде де бар, жүр ертіп апарайын дейді. Сөйтіп екеуі дүкенге қарай бет алады. Бір қарағанда жігіт кішкентай қызың шалбарын шешіп және еріне жақындайды. Мынаны көрген әйел шошып полицияға хабарласады. Жігіт полиция бөлімшесіне неге оны әкелгенін де түсінбеді. Полиция оны оқиға болған орынға апарды. Себебі оны кішкентай қыздың өліміне күдікті деп тергейді. Кішкентай қыздың әкесі қауіпсіздік департаментінің директоры еді. Оның қысымымен полицейлер тездетіп деланы жабу керек болған. Олар жігітті қауіпсіз екенін байқап, қазір шалбарыңды шешсең сені үйіңе жібереміз деп алдап, оны жасамаған қылмысын мойындатқызады. Жұрттар ашуланып, оның маскасын шешкенде, қызы әкесін көріп, таңғалып шошып кетеді. Қылмыскер әкеге ауыр жаза тағайындалмақ. Түрме бастығы да педофил қылмыскерге күн көрсетпей жүр. Жігіт таяқ жеп болғаннан кейін 7-ші камераға кіреді. Мұндағылар ұры, алаяқ, бұзақы. Жігіттің педофил екенін естіген олар да оны ұра бастайды. Себебі ондай жеркенішті қылмыскерді ешкім жақтыртпас еді. Қызы балалар үйіне орналастырылады. Мына ұзыншаштың қулығын қараңыздар. Ол түрмеде жұмыс жасап жүрген уақытта ақшаны доптың ішіне салып, оны үрлеп, сыртынан қарағанда өзгерісі жоқ әдеттегі доп жасап шығарады. Бұл ұрлығын полицейдің көз алдында оп-оңай жасап, түрмедегі қылмыскерлердің қажеттіліктерін алдыртып беріп отырады. Ол қаласа түрмеге кіргізе алмайтын заты жоқ, тіпті адамды да түрменің ішіне кіргізіртіп алатын. Алдын ала ақша салынған допты байқаусыз сыртқа лақтырып жіберген болады. Қайта лақтырылған доптың ішінде алдыртқан заттары бар еді. Мұны байқаған бұзықтардың атаманы ұзын шашты көре алмай қастандық жасамақшы болады. Үшкірлеп жасалынған тіс щеткасымен ұзын шашқа жақындағанын байқаған жігіт оған қарай жүгіреді. Ұзын шашты құтқарып, соңында өзі жараланып қалады. Ол ашуға булығып, түрме атаманымен жекпе-жекке шығып, өзінің мықты екенін дәлелдеп, атаманның әкесін көзіне көрсетіп, оны аямай соққыға алып, оны домалатып салады. Дер кезінде полиция келіп, олардың арасына түсіп, оларды арашалап алады. Ұзын шаш жігітке рахметін жеткізу үшін, оған бір арманыңды орындаймын дейді. Жігіт тек қызымды көргім келеді деп жауап береді. Ұзын шаш діни қойылым ұйымдастырады. Сүйкімді қыз да олардың арасында түрмеге кіреді. Қойылым аяқталғанда қызды қорапқа салып 7-ші камераға келеді. Қызын көрген әкесінің төбесі көкке жеткенде қуанады. Қызы оған неге айтпай кеттің деп өкпелеп жүр екен. Оны әкесі қалай түсіндірсін? Камерадағы біреу өзіне зиян келмесін деп кезекшін шақырады. Келгенде қыздың жалынышты жүзін көріп, әшкерлеуге дәті жетпей қалады. Түрмедегілер жігіттің мынандай ақылды қызы бар екеніне таңғалады. Қыз өзінің әкесі қылмыскер емес екенін білетін. Біреуі қызға сүт беріп жатса, әкесі былай дейді: бұларға сенбе, мұнда менен басқасының бәрі жаман адамдар дейді. 2 сағаттан кейін кету керек болған қыздың автобусы аяқ астынан кетіп қалғандықтан қыз камерада қалып қояды. Олармен бірге жеп ішіп, қызықты күндер кешеді. Қыз оларға ән айтып, би билеп көңілдерін көтеретін.
Үстіп жүргенінде полицияның бастығы жаңағы қызды байқап қалады. Ол жігітті сыртқа шығарып алып, ұрса бастайды. Елдің қызына арамдық жасап, өз қызыңмен бақытты өмір сүріп жүрсің бе? Деп оны ұра бастайды. Бүкіл түрме ақтарылып, тексерілуге ұшырайды. Бір қылмыскер әкесін көре алмағандықтан өрт қойып жібереді. Бастық сол өрттен жараланып қалады. Өзінен таяқ жеген жаңағы жігіт құтқарып қалмағанда аман қалмас еді. Бір күні әкесі мен қызының кездесулерін көріп, мынандай қызын жақсы көретін әке қалай мұндай қылмыстық іске барды екен деп таң қалады. Әкесін қатты сағынып, уайымдағандықтан қыз ауырып емханаға түседі. Бастыққа өзінде түрмеге қамауын өтінеді. 7-ші камераға үлкен қорап әкелінеді. Ішінен сүйкімді қыз секіріп шығады. Бұл бастықтың жасаған тосын сыйы еді. Сәті түскенде бастық жігіттен неге қызды өлтірдің деп сұраса, жігіт түсіндіре алмайды. Ақылында жетіспеушілігі бар, мейірімді әкенің қылмыстық ісін қайта зерттей бастайды. Ол күнде қызды мектептен күтіп алып, әкесіне апарып жүрді. Жігіттің 2-ші реткі сот қаралымы жақындап қалды. Кенет жігіт оқиғаны есіне түсіреді. Ол күні алдыда жүгіріп бара жатқан қыздың аяғы тайып құлап қалады. Жігіт алғашқы көмек көрсетпекші болып, үйренгендей қыздың шалбарын қан айналымы жақсару үшін шешеді. Жігіт күрмелген тілімен, мен ақылымда олқылығы бар адаммын. Полиция қызметкері мені ұрып қорқытты. Олар істі толық дұрыс тексермеді. Олар маған шалбарыңды шешсең, біз саған сумка алып береміз және сені үйіңе қайтарамыз деп айтты. Сондықтан мен олардың сөзіне сеніп, айтқандарын бұлжытпай орындадым. Және менің бұрынғы берген мәлімдемелерім жалған деп айтты. Адвокат жігітпен кездесіп, жәбірленуші қыздың әкесі директор. Егер өзінің қызының амандығын тілесең, істі мойныңа ал деп қорқытады. Полиция бастығы дәлелдемелер ұсынса да, адвокат оны қабылдамады. Соттан бұрын қыздың әкесі, қауіпсіздік департаментінің директоры жігітпен кездеседі. Ол қызының амандығын тілесең, айтқанының бәрін бұлжытпай орында деп сес көрсетеді. Әкесі қызын уайымдағандықтан сотта қылмысты өз мойнына алады. Оны естігендер ашуға булығады. Шындықты директор екеуі ғана білетін. Қызын көргенде тағы да мен істедім деп қайталайды. Полиция бастығы қорғап сөйлемекші болса да, оның сөзіне ешкім құлақ асқан жоқ. Жігіт соңғы үкім, өлім жазасы тағайындалады. Жігіт көзіне жас алып, рахмет деп жатыр. Достары жігіттің түрмеден қашуына көмектеспекші болады. Олар үлкен шар жасап, соған әкесі мен қызын салып жібереді. Бірақ жіп торға байланып, шар ары қарай ұшпай қалады. Олар қашып кете алмады. Қыз соңғы рет туған күнін түрмеде әкесімен бірге өткізеді. Отырыстан кейін екеуі бірін-бірі қимай қатты құшақтайды. Бұрылыста жігіт енді қызын көре алмайтынына шыдай алмай, қызына қарай алып жүгіреді. Екеуі еңіреп жыласып қалады. Жігіт тізерлеп бастыққа өзін құтқаруын өтінеді, бірақ ешкім көмектесе алмас еді. Соңында полиция қызға қамқорлық жасап, оны бауырына басып, қызды асырап алады. Қыз оқуын жақсы оқиды. Өскенде ол адвокат болып, әкесінің ісін қайта қозғайды. 7-ші камерада бірге болғандар қатысып, куәгер болып, нәтижесінде қызы әкесінің жазасыз екенін дәлелдеп шығады. Қызының мойнынан ауыр жүк түскендей болды. Кішкентай кездегі өзі мен әкесі екеуі ризашылығын білдіріп, шарда қуанып, қол бұлғап тұрғандай көрінді. Қызын қорғау үшін ақылы шала әке өзінің өлімін таңдайды. Мәңгілікке қызын тастап кете барды. Кино ұнаса, қазақша кино көр арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер.